Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге Корей халқының тағамы баоцзыны көрсетемін. Алдымен жылы су және оған жылы сүт қосамыз. Азғантай ашытқы да қосамыз және кішкене тұз. Сосын електен өткізілген ұн және шамалы 2 қашықтай сұйық майды сұйық май құямыз. Одан кейін ұнды електен өткізіп, осылай жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Және азғантай сары май қосып, жұмсақ болып тұрған сары майды қосып, қамыр осындай жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Мінекей осындай қылып. Мінекей қамырымыз көтерілді. Аз уақытқа қойып қойғанмын қамырды көтерілуге. Осындай әдемі болып, күшті болып көтерілді. Жарты сағаттан көп, 40 минуттай ма қойдым мен. Және тағы да бір қайтарып илеп, қайтадан қойып қойғанмын. Содан қамырым күшті, прям пышный болып шықты. Енді осы қамырды жіңішкертіп, яғни қатты жіңішке болмағанмен жұқалап, қолымызбен болсын, оқтаудың көмегімен болсын, неғып алуымыз керек, жұқалап алуымыз керек, яғни ысып. Кәдімгі бауырсақтың қамыры сияқты қылып ыссаңыздар болады, яғни жаңағы оқтаудың көмегімен дайындап алуға болады. Содан кейін бұларды өзіңіз бір қандай ыдыс бар, үйде көлемі бір ыңғайлы келетін, сонымен шағын булочкілер, яғни баоцзыны булочкілерін жасап аламыз. Мінекей, менде осындай кесе болды. Осындай кесенің көмегімен дөңгелек қылып бао булочкілерін жасап аламын. Мінекей, осындай болып шығады. Әрқайсысы әдемі дөңгелек болғаны дұрыс. Осындай кесіп ыңғайлы. Сіздер басқаша өзіңдей дайын нелер бар, сонымен кессеңіздер де болады. Менде қолда ештеңе болмағандықтан осындай кесенің көмегімен кесіп алдым бао булочкаларымызды. Мінекей, осындай әдемі дөңгелек болып шығады барлық булочкаларыңыз. Мінекей, осындай болып шықты. Енді осының ортасына азғантай ғана сұйық май жағамыз. Мінекей, щетканың көмегімен сұйық май жақтым. Бұл сұйық май бір-біріне жабысып қалмас үшін. Сондықтан арасына шағын ғана сұйық майды жағып, осылай қойып қоямыз. Яғни аз уақытқа көтерілуге монтоваркаға қойып қоямыз. 20 минуттай көтеріледі. Содан кейін пісіре бастасаңыздар болады. Мінекей, тағы да 20 минут пісіресіздер монтоваркада. Осылай салдым, бәрін біріне бірін жабыстырып, монтоваркаларымызге орналастырамыз. Яғни арасын ашып орналастырған дұрыс, өйткені піскен кезде үлкейіп кетуі мүмкін. Мінекей, бір-біріне жабыстырып, барлық булочкаларымызды монтоваркаға 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Арасын қатты жақындатпаңыздар. Бұл өте үлкен болып үлкейген кезде жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан араларын алыс қылып қойғандарыңыз дұрыс бар. Енді салмасын дұрыстап аламыз. Салмасын жасау үшін бізге керегі сәбіз, яғни сәбізді ұсақтап, қолмен, яғни пышақтың көмегімен ұсақтап турап алсаңыздар болады. Және тәтті бұрыштар әртүрлі түстен де болады, қызылын, көгін, әртүрлі түстерді қалауларыңызша осындай жіңішке қылып турап алу керек. Одан кейін қасанымызға сұйық майды құйып, шамалы қызғаннан кейін жуамызды саламыз. Жуа салып, шамалы жуаны қуырғаннан кейін оның үстіне біз қалауыңызша сиыр етін турап салсаңыздар да болады. Мен сиыр еті болмағандықтан сәбізді қуырдым. Бұның бетіне жуадан кейін азғантай сәбіз шамалы жұмсара бастап, қуырыла бастаған кезде оның бетіне мен помидор салдым. Помидорды шамалы дәмі қызарып тұрсын деген, дәм берсін дегенмен деп осындай помидорды салдым. Мінекей, осылай қуырып аласыздар. Одан кейін фарш салдым. Сіздер ет салып қуырсаңыздар болады. Мен бар осы фарш еді, сол фаршпен жасадым. Фаршты да жақсылап қуырып аламыз бәрін. Осындай не қылып, сосын азғантай уақытқа қуырылғаннан кейін азғантай уақытқа бетін жауып бұқтырып қойсаңыздар болады. Қалауларыңызша мен тәтті бұрышымды салдым, азғана чеснок салдым. Өздеріңіз қалауларыңызша бар ұнататын көкөністеріңізді салсаңыздар болады. Әртүрлі капуста салуға болатын шығар, мүмкін майдалатын, бірақ мен тек осы тәтті бұрышпен сәбізді қосып жасадым. Мінекей, менің булочкілерім пісіп шықты. Осындай болып шығады булочкілер. Осы булочкілердің арасына енді жаңаға дайын болған
начинкелерімізді саламыз. Мінекей осындай әдемі, дәмі тәтті, прям піспей қалады демеңіздер. Булочкалар күшті болып піседі. Осындай қылып арасына салып береміз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, және лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет тағам болып шықты.